Сәлем достар, бүгін сіздермен клубника в шоколаде дайындаймыз. Ол үшін бізге калибаут шоколады қажет, клубника, посыпканың әртүрлісі болады, өз ыңғайыңызға аласыз. Лента, қорапшаның ішіне салатын қағазымыз, пергамент қағазы, клубниканы шоколадқа батырғанда қоямыз. Шпажка және кекс салатын құрғақ салфетка және термометр, градус өлшейтін. Клубникамызды жақсылап 2-3 рет жуып аламыз. 2-3 рет қайта жуу қажет. Клубникамызды жуып, сухой салфеткамен кептіріп аламыз. Әрқайсысын жеке су кепкенше сүртіп аламыз. Сүртіп алып, зубочисткаларымызды әрқайсысына жеке тығып, холодильникке қоямыз. Мына жерде менде қолданылған ыдыс, калибаут шоколадының жартысын ертіп аламыз. Бұл жерде өлшенген 150 грамм. Әр клубникаға әр граммды өздеріңіз өлшеп саласыздар. Водяной баняда ерітеміз. Градустары көрсетілген. Шоколад градусы 35 немесе 37 болғанда шоколадымыздың жарты бөлігін салып ертіп аламыз. Клубникамызды шоколадқа батырғаны жабыспау үшін пергамент қағазын салып клубникамызды қоямыз. Клубниканы шоколадқа батырып алып, кеппей тұрып, үстіне посыпка сепіп аламыз.
посыпка сепкенден кейін холодильникке қоямыз. Мына жерде менде 6 немесе 9 штук клубникаға арналған қорапша. Шоколадты дұрыс темперирование істесеңіз, осылай жабыспайтын болады.